Көкшетауда бір топ мұғалім баспаналы болды. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 30-ға жуық оқытушыға қызметтік пәтер кілттерін табыстады. Университет ұжымы былтыр ғимараттардың біріне жөндеу жұмыстарын жүргізіп, оны 40 пәтерлі ғалымдар үйі етіп қайта жабдықтаған. Осы өңірден Дамир Берікұлының бейне материалы. Филология ғылымдарының докторы профессор Бердібай Шалабай Көкшетауда ұстаздық етуге Алматы қаласынан келіп отыр. Оны оқу орны арнайы шақыртыпты. Бердібай ағаның жұбайы да мұғалім. Екеуі де осындай қызметтік пәтер алғандарына өте қуанышты. Бұндай жағдай барлық жерде, барлық университеттерде жоқ деп айтар едім мен. Бұл енді жұмысқа әрине өзінің әсерін тигізеді. Жұмыс жасауға барлық жағдай жасалған. Орталықта жұмысқа бару үшін небәрі 10 минут біздің уақытымыз кетеді. Мына жағымызда кітапхана, мына жағымызда емхана, мына жағымызда театр. Бұл 3 қабатты ғимаратқа ғалымдар үйі деп атау берілуі де бекер емес. Себебі мұнда Бердібай Шалабай секілді сырттан келген тек жоғары санатты мұғалімдер ғана тұратын болады. Қазірдің өзінде мұндағы 26 пәтерге ұстаздар қоныстанған. Бұнда келген профессорлар Қазақстанның әртүрлі өңірінен, Алматыдан, Астанадан, Өскеменнен, Қызылордадан және басқа. Олардың барлығыдағы университеттегі іске асырылып жатқан ғылыми докторантура, магистратура бағдарламаларын ары қарай жүргізуге атсалысады. Сондықтан да біз осындай жетістікке жеткенімізге қуаныштымыз. Айта кетейік, университет биыл студенттерге де арнап тағы бір жаңа жатақхана салуда. Келесі оқу жылынан бастап 330 білімгер жаңа бөлмеге жайғасатын болады. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Хабар, Көкшетаудан.